Ассалаумағалейкум Айдар аға. Уағалейкум ассалам. Жалпы осындай сұрақ. Көпшілік Инстаграмда, әлеуметтік желілерде жазып жатыр, Айдар Шарибаев карьерасын тоқтатты ма деп. Жалпы сіздің тренировкаңызды жасап жатырсыз ба, бокс карьераңыз жайында айтып кетсеңіз. Енді сұрағыңыздың өзі маған бокс демей айтқанда удар болды. Мен бокс мәнсабын тоқтаттыңыз ба емес, бастадыңыз ба деп сұрасаң, мүмкін дәлірек айтқан болар едім. Мен енді бокс карьераны енді бастадым. Енді мен шабатын, енді бәйге алатын кезім енді келді деп өзім сөйтіп ойлаймын да. 30-ында орда бұзбаған, 40-ында қамалымыз дейді ғой қазақта. 30-ға енді толып жатырмыз. Өзіңіз кеше ғана көрдіңіз, Мэнни Пакьяо 40 жасында әлем чемпионы болды. Оны көріп тұрған бокста кәрімін, ойбай жасым өтіп кетті деген жас боксшылар мені болса ойлансын да. Сен әлі 10 жылың бар, сен 25-те болсаң, сен әлі 15 жыл бар да. Жаңағындай орыстар айтады ғой, раньше выстрела не падай деп. Оқ атылмай жатып құлайтын қоян емеспіз ғой біз. Әлі жасымызда келген жоқ, әлі алар асуымыз алда деп ойлаймын. Сол себепті мен жоқ. Кәсіпқой бокста мансабымды жалғастырамын. Әлі үлкен жеңістер әкелемін. Құдай қаласа, енді жекпе-жектеріміз Америкада өтетін болса, таңертең еліміздің боксер жанкүйерлерінің бәрін таңғы азанда Гена ағамыз сияқты тұрғызатын боламыз. Құдай қаласа оған жететініне күмәнсіз сенемін. Енді келесі жекпе-жегіңіз туралы айтып кетсеңіз, мәлімет бар ма, информация? Нақты айтсам, келесі жекпе-жек жайлы ақпараттар осы жақын 1-2 аптаның маңайында шығады. Сол кезде нақтырақ айтсам, сөзім мен ісім қатар жүрген болар еді деп ойлаймын. Ал қазір алдын ала басқаша айтып ертең басқаша оқып жатса, ол ұят нәрсе деп ойлаймын. Қысқасы 9-шы айдың аяғына таман бір жекпе-жек жоспарлап отырмын. Және де кіммен екенін сол жақында айтайын. Жалпы Қазақстанда кәсіпқой бокста қазір елімізде көптеген промоутерлік компаниялар ашылып жатыр. Одан басқа кәсіпқой бокс кештері көбейіп жатыр. Сол кәсіпқой бокс кештеріне өзіңіз бір баға берсеңіз. Өте жақсы сұрақ. Иә, қазір тойда емес, бойда көбейіп жатыр енді. Соны айтып қояйын. Құдайға шүкір. Енді аптасында болмаса да айына 1-2 ой өткізетіндей жағдайымыз бар ғой негізінде. Неғып істемеске деймін да. Боксшылар көп, бокс күзететін көрермендер өте көп. Енді Алматыда әсіресе. Неғып істемеске. Әкеміз жаудан, шешеміз шай құйдан қайтпаған халықтың баласымыз. Төбелес көруге кімге болса ниеті бар ғой негізі осы тұрғанда. Тек сапаны түсірмеу керекпіз деп ойлаймын. Өйткені біз андай жаңағы Қытай сияқты, енді жаңағы Корея сияқты бір бокс дамымаған, бір көшеде енді еркектер көшеде төбелеспейтін халықтың балалары емеспіз ғой. Біз төбелес жайлы енді бокстың бір тақ маманы болмасақ та қарсыластың қандай екенін, деңгейлері қандай екенін қай қазақ болсын дұрысынан түсінеді деп ойлаймын да. Әрине білмейтіндер де көп, бірақ түсінетіндер көп та. Сонда айтайын деген нәрсем, мына елімізде өтіп жатқан жекпе-жектердің енді басты жекпе-жектер жайлы толық айтпасын, бірақ енді андергард дейді ғой жаңағындай. Көп боксшылар да енді кезінде индийский мода болып еді ғой, жаңа удар тимей жатып шығып жататын. Сол нәрсе қазір қайта модаға айналды ма деп қалып отырмын да. Өйткені кейбір кезде байқап қаламыз, қарсыластар тым әлсіз, рейтингтары в общем төмен. Енді қазақта сөз қалмаған ғой, қыран бүркіт мақтанбас, қырдан шыққан алдым деп дейді. Біз егер қыран боламыз, бүркіт боламыз, ойбай жоғары ұшамыз дейтін болсақ, кішігірім бір таксисттар тұрғанымызға мақтанбау керекпіз. Сізге ше контракт, сізге мысалы ұсыныс тастаса Қазақстанда жекпе-жек өткізуге? Мен Қазақстанда егер маған тек дұрыс деңгейлі, бір рейтинг жоғарылау қарсылас берсе ғана мен ол жекпе-жекті қабылдаймын. Ал болмайтын жаңағы өз елінде жанын мәрең бағып жүрген, тек қара нәсілді болса болды дейтін түсініктер ғой бізде. Негр болса болды, соны ұрған қуған жүрген адамдар бар да. Біз үйтіп өз деңгейімізді түсірмеу керекпіз. Мықты ұмытсаң ғана мықты боласың. Әрине тәжірибе бірте-бірте жиналады, бірақ біз енді Құдайға шүкір әуесқой бокста тәжірибе жинаған жігіттеріміз ғой. Бізде сол себепті бір болмайтын бір 25-30 жеңілген жеңілістері бар, әкеліп біреулер тұрып қажет емес деп ойлаймын да. Үйтіп біз өзімізді біздің боксты көтере алмаймыз. Сол нәрсе айтқым келеді. Ал егер осы нәрсені алдағы уақытта неге деп ойлаймын да, ақылы бар адам ойланады, осы елімізде болған бокс кештеріне бәрі қырып жойып жатады, неғып шетелге сатылып жатады деген ойлар енді ақыл иесі ойланатын шығар. Сол кезде түсіну керек та, бізде жаңа файт кар составлять еткен кезде кішкене әлсіз қарсыластарға келіп қойып жатқан жағдайлар бар. Ал шетелде болса оларға не керек?
тақым қысып отыратын жекпе-жектер керек та, халыққа қызық болу керек. Ол жекпе-жекке келіп ұйықтап алмау керек, ол көріп тақым қысып айғайлап қиқулап отыру керек. Сол себепті сол нәрселердің алдын алатын болсақ, мен неге өз елімізде өнер көрсеткенге не жетсін? Жалпы соңғы Астанада мысалы МТК Қазақстанмен ұйымдастыруымен жарыс өтті, кәсіпқой бокс кеші. Ол жерде мысалы көптеген боксшылар 50-50 дейді ғой, қиын жекпе-жектер болды. Соған мысалы өзіңіздің пікіріңізді білдірсеңіз. Әрине, үлкен жекпе-жек өтті деп естідім, мен өзім ол кеште бола алмадым. Толық барлық жекпе-жектерді көріп шықтым деп айта алмаймын, бірақ үзінділерін көрдім, бір-екеуінің бокс-рингтегі рейтингтерін көрдім, және ұйымдастырылған деңгейіне қарадым. Енді анау жақтан Боб Арум келіп жатыр, біздің елімізден шығатын боксшылардың өнерін қарап отыр. ESPN каналы Америкаға тікелей көрсетілім істеп отыр. Бұл ешқашан болмаған нәрсе ғой біздің елде. Сосын енді Билли Джо Сандерс келіп Головкинге жаңағындай вызов тастап отыр. Оның бәрі бекер емес та, ол деңгей. Біздегі жоқ нәрселердің пайда болғанында. Ол біз тек шоуда кішігірім нәрселер жердеміз, осындай жекпе-жектердің алдында шоу жүргізу керекпіз осылай. Ол бір-бірін жаңа орыстарда кашу маслом не испортить деген сияқты ғой. Бұл бокс кештерін тек осы нәрсемен дәмін келтіруге болады да. Вызов тастау, face to face дейді жаңағындай, или трэш-ток дейді, сол нәрселердің бәрін біз дұрыс қолданатын болсақ, елімізде кәсіпқой боксқа деген қызығушылық одан ары артады. Әлде жаңа есімдер еститінімізге сол кезде енді күмәнім жоқ. Жалпы Айдар Шарибаевты айтқан кезде боксшымен қатар кәсіпкер деп те айтады. Сіз үшін бірінші орында бокс па, әлде кәсіпкерлік па? Енді алтын шыққан жер белден қазиды. Мен енді өзімді боксшы деп білгенін қалаймын. Өйткені біз енді ең бірінші осы жалақымызды, маңдайағымызды сол бокстан таптық. Халық осы арқылы біліп отыр, таниды, сыйлап отыр. Бірақ енді ержігітке деген жаңағы не дейді, жаңа бір қазақта бір сөз бар еді, батыр деген арақ еді, әрбір әйел табады дейді ғой, жаңа би деген сондай бір екі әйелдің бір таппайды дейді ғой. Сол сияқты ол бокс деген енді тек жұдырық, әрине жұдырық емес, бірақ енді біз басқа саладан да өзіміздің екеуміз бар екенін көрсету керекпіз. Тек бір жаққа жабысып қалған адам емеспіз. Мысалы Мэйвезер сияқты боксшылар бар. Кәсіпқой бокста да, кәсіпкерлікте де кішкене өзін көріп жатқан. Бізде сондай болып, бір елімізде сондай бір жастарға үлгі болсақ деп ойлаймын. Бірақ енді бірінші мен боксшымын ғой, кәсіпқой боксшымын. Әлде осы спорт арқылы үлкен жетістіктерге жетемін. Құдай қаласа, әлде елдің туын кәсіпқой бокста көтеремін. Құдай қаласа. Енді кәсіпкерлік деген нәрсе мен бір иығын беріп тұратын нәрселер ғой. Енді сонда қазақ жанкүйерлеріне бір-екі сөз айтып кетсеңіз. Қазақ жанкүйерлеріне айтатыным, сын түзелмей, мін түзелмейді дейді қазақта, бірақ сынның өзін кейде түзеу керек шығармыз деп ойлаймын. Біреу жеңіліп болса, жерден алып жерге салып қажет емес. Егер біз елімізде үлкен қызықты бокс кештер өткенін қалайтын болсаңыздар, сіздер дұрыс бағасын беріңіздер. Мықтыны мықты деңіздер, мықты емес болса мықты емес деңіздер. Бірақ мықтыдан жеңіліп отса, жаңағындай жығылғанға не болыңыздар кішкене, жаңағы сүрінгенге сүйеу болыңыздар дейді ғой қазақта. Керісінше жақсы сөздеріңізді айтыңыздар. Сол кезде олар мықтылармен шығуға тәуекелде жететін болады. Ал тек жаңа сынның астын ала беретін болсаңыздар, жаңағындай қарсыластан қорықпаса да сыннан қорқып, олар әлсіз боксшыларға ұрып ұрғанына мәз болып жүре беруі мүмкін. Сол себепті егер біз сынымызды жақсы түзелетін болсақ, боксымыз бірге түзеледі.